Қаржылық мониторинг агенттігі азаматтардың валюта операцияларын жүргізген кезде сақтық танытуға шақырады. Бұл әсіресе әлеуметтік желілерде азаматтар шынайы ақшаны сувенирлік немесе жалған ақшамен шатастырып жатқан туралы бейнероликтердің таралуына байланысты. Праздную вместе. И вот оригинал. Вот так оно выглядит. Прям похоже на денежную купюру. Бұл бейнероликтер адамдар тиісті назар аудармай, шынайы ақшаны жалған немесе сувенирлік ақшадан ажырата алмайтына және заңсыз операцияларға қатысу сияқты жағымсыз салдарға әкеп соғатын көрсетеді. 2024 жылдың басынан бастап Қазақстан аумағында айналымнан 1613 жалған банкнота алынды. Жалпы алынған жалған ақшалардың сомасы 80 миллион теңгеден асты. Жалған банкнота жасаумен және сатумен айналысқан 8 адам сотталған, олар 5 жылдан 6 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айырылған. Мұндай жағдайларды болдырмау үшін ақшалай операциялар кезінде банкноталарды тексеріңіз. Ақша қағазының сапасын, қорғаныш элементтеріне және текстура мен шрифттеріне назар аударыңыз. Жалған ақша жасаушылардың құрбаны болып қалмау және қылмыстық қудалауға түспеу үшін бөтен адамдармен ақша алмастырып, валюта айырбастау бойынша қолайлы курс ұсынса да мәміле жасамағаныңыз дұрыс. Егер жалған банкнота тапсаңыз, оны сатуға тырыспаңыз. Сақ және абай болыңыздар. Егер қолыңызға жалған немесе күмәнді банкноталар түсетін болса, қаржылық мониторинг агенттігіне немесе тұрғылықты жеріңіз бойынша құқық қорғау органдарына хабарласып, қажетті тексерулерді жүргізгеніңіз жөн.